қалдарың қалай? Менде бәрі жақсы. Мен сендерге мороженое жасауды үйретемін. Өте оңай, өте дәмді. Осылай тарелканы пленкамен қойып қойып, 2 бананды турап қойып қойырық. Сосын бүйтіп пленканы осылай үстінен жауып қойырық. Сендер тарелкаға пленка қойып қоймасаңдар, холодильникқа қойғанда олар өте қатты жабысып тұрады. Алмай қаласыңдар. Міне бүйтіп пленканы жауып қойып, морозильникке саламыз. Морозильникке салып қоямыз. Сағат қойып қоямыз. Міне біздің банандарымыз мұз болып, морозильниктен шықты. Енді оны блендерге салып, сүт қосып, араластырамыз. Ал енді бастаймыз. Süt koyamız. Alında aralastıramız. Bak, dayım oldum. Міне достар, көріндір ме қандай мороженое шыққанын? Дәмді, өте дәмді. Міне қалған мороженое қалды, соған өзінің ғарда жиналған клубникамды салып, клубничный мороженое шығады. Міне біздің клубничный мороженое дайын болды. Енді осылайға құямын. Мен мына клубничный мороженое жасап болғанша, морозильникке банановый мороженое салып қойдым. Оны алып келейін. Міне біреу банановый, біреуі жеге клубничный. Көрдіңдер ме? Қандай әдемі болды. Енді дәмін көрейік. Дәмді екен, енді клубничныйдың көсін көрейік. Онда көсі дәмді екен. Мен каналымға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Пока-пока.